Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тақырыптық карталарды оқу. Сабағымыздың мақсаттары географиялық шартты белгілер мен карталарды сипаттайтын қосымша элементтерді қолдана отырып, тақырыптық карталарды оқитын боламыз. Ең алдымен сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бірінші, карталар мазмұнына қарай нешеге бөлінеді? Карталар мазмұнына қарай екіге бөлінеді: жалпы географиялық және тақырыптық карталар. Екінші сұрақ, тақырыптық карта дегеніміз не? Тақырыптық карта дегеніміз табиғи және қоғамдық құбылыстарға, яғни әлеуметтік-экономикалық нақты зерттеу пәніне арналған карталарды айтады. Тақырыптық картаның белгілі бір тақырыбы болады. Үшінші сұрақ, изосызықтарды атаңыз. Изо деген сөз бірдей деген мағынаны білдіреді. Изотерма температурасы бірдей нүктелерді қосатын сызық. Изобара қысымы бірдей нүктелерді қосатын сызық. Изогея жауын-шашыны бірдей нүктелерді қосатын сызық. Горизонтальдар биіктіктері бірдей нүктелерді қосатын сызық. Тақырыптық картаның не екенін білеміз. Енді тақырыптық картаны оқи білу және талдау жасау үшін бізге мына берілген жоспарды пайдалануға тура келеді. Осыны басшылыққа алуымыз керек. Бірінші, картаның атауы, шыққан жылы, орны, баспасы. Екінші, картаның математикалық негізі, оған кіреді масштабы және картографиялық проекциясы. Үшінші, карта мазмұнының бейнеленуі, жер бедері, су, топырақ, өсімдік жамылғысы, тағы басқалары. Төртінші, картаның көмегімен картаның көмекші көркемделуі, шартты белгілері, статистикалық мәліметтер және диаграмма. Бесінші, картаның қолданылатын орны мен маңызы туралы қорытынды жасау. Енді осы бойынша бірінші тапсырма: әртүрлі карталарға талдау жасау негізінде мынандай кестені толтырамыз. Бірінші, картаның түрлері берілген. Бұл жартышарлардың физикалық картасы, электрондық карта, ғарыштық суреттер, әуе фотосуреттер, топографиялық карта. Яғни 5 картаны мазмұны бойынша қайсысына жататынын жазасыздар, масштабын жазасыздар, ерекше белгілерін жазасыздар және олардың қолданылу орнын жазасыздар. Келесі екінші тапсырма: кескін картаға Евразияның шеткі нүктелерін, шығанақтары мен бұғаздарын белгілеңіз. Біздер 7-ші сыныптардан бастап географиялық номенклатурамен танысып келе жатырмыз. Географиялық номенклатураларды кескін картаға белгілеу үшін мына бейнебаянға назар аударамыз. Ең бірінші, балалар, шығанақ дегеніміз не? Соған мән берейік. Шығанақ дегеніміз бұл мұхиттың, теңіздің немесе көлдің құрлыққа сұғына еніп жатқан, бірақ су айдынының негізгі бөлігімен жалғасатын құрамдас бөлігін айтады. Кей жағдайда мұхитты шығанақ пен теңіздерге бөлудің өзі шартты сипат алады. Енді мына жерде бірінші санмен бізде беріліп тұрған шығанақ
бұл Аляска шығанағы. Екінші санмен беріліп тұрған бұл бізде Гвинея шығанағы. Үшінші санмен беріліп тұрған шығанақ бұл үлкен Аустралия шығанағы. Төртінші келесі сан бізде Бенгаль шығанағы. Бесінші шығанағымыз бұл Бискай шығанағы. Тағы да бір шығанақты белгілейік. Алтыншы бұл бізде Годзон шығанағы. Шығанақты мына Еуразияның шығанақтарын оқулықта берілген шығанақтарды 35-ші беттегі Бискай, Ботник, Фин, Пенжіні, Бенгаль, Парсы шығанақтарын осылай етіп кескін картаға белгілеп салып көрсетесіздер. Бұғаз дегеніміз не? Бұғаз дегеніміз әртүрлі су айдындарын жалғастыратын және құрлықтың жеке бөліктерін бөліп жатқан салыстырмалы түрде жіңішке су кеңістігін атайды. Бұғазды белгілеу үшін басқа жаңа бетке орындап көрейік. Бірінші біздегі ең енді бұғаз бұл Дрейк бұғазы. Дрейк бұғазының ені Дрейк бұғазы 820 километр. Ол Тынық мұхит пен Атлант мұхитын жалғастырып жатыр. Келесі екінші тағы да бір ерекше бұғазымыз бұл Мозамбик бұғазы. Бұл ең ұзын бұғазға жатады. 1700 шақырым. Ерекше қызықты бұғаздардың бірі, үшінші санмен беріліп тұрған, бұл бізде Беринг бұғазы. Ол екі аралды бөледі, екі түбекті бөледі, екі материкті бөліп жатыр. Екі елді Ресей мен ақш-ты қосып жатқаны бұл екі мұхит, солтүстік мұхит пен Тынық, және екі теңіз. Бұл Чукот пен және Беринг теңіздерін жалғайды. Келесі ерекше бұғазға жататын бұл бізде Гибралтар бұғазы. Бұл Гибралтар бұғазы бізде Еуропа мен Африканы бөліп тұрған бұғаз болып саналады. Ерекше тағы да қызықты бір бұғазға бұл Баб-эль-Мандеб жатады. Арабия түбегі мен Африканы бөліп жатқан бұғаз болып саналады. Оқушылар, сіздер осы сияқты етіп Гибралтар, Ла-Манш, Беринг, Малакка, Баб-эль-Мандеб және Босфор бұғаздарын кескін картаға салып көрсетесіздер. Және сонымен бірге шеткі нүктелері, бұл шеткі нүктелерге солтүстігіндегі шеткі нүктесі Челюскин, оңтүстігінде Пиай, шығысында Дежнев және батысында Рока мүйісі. Үйге тапсырма жазып алайық. 7-ші параграфты оқу, кескін картаға Қазақстанның жазықтары мен тауларын белгілейсіздер. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар оқушылар.